Сәлеметсіздер ме? Бірінші сынып оқушылары. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы оң қолымда 5 саусақ. Здравствуйте, ребята! Тема сегодняшнего урока – в правой руке 5 пальцев. Ребята, обратите внимание на скрепку. Здесь у нас появятся новые слова. Повторяем за мной. Бас – голова. Шаш – волосы. Көз – глаза. Қас – брови. Қолақ – ухо. Мұрын – нос. Ауыз – рот. Аяқ – нога. Саусақ – палец. Оң – правый, сол – левый. Тағы бір қайталайық. Давайте повторим. Бас, шаш, көз, қас, құлақ, мұрын, ауыз, аяқ, саусақ, оң, сол. Жарайсыңдар. Теперь, ребята, обращаем внимание на Албабека. Что он нам показывает? Здесь он показывает голову. Голова на казахском – бас. Здесь он показывает правую руку. Правая рука на казахском – оң қол. Теперь он показывает левую руку. Левая рука на казахском – сол қол. Здесь показывает он правую ногу. Правая нога – оң аяқ. А теперь он показывает левую ногу. Левая нога – сол аяқ. Давайте повторим. Тағы бір қайталайық. Бас, оң қол, сол қол, оң аяқ, сол аяқ. Жарайсыңдар, балалар. Ал енді Алмабектің салған суретіне назар аударыңдар. Теперь обратите внимание, что рисует Алмабек. Сначала он нарисовал круг. Это будет голова. И что он сказал? Прочитайте, пожалуйста. Манау бас. Это голова. Теперь он нарисовал уши. И говорит манау құлақ. Это уши. Здесь он нарисовал глаза. Говорит он манау көз. Это глаза. Теперь он нарисовал рот. И сказал манау ауыз. Это рот. Дальше он нарисовал волосы. И говорит он манау шаш. Это волосы. Дальше он нарисовал брови. И сказал манау қас. Это брови. И последним он нарисовал нос. И сказал манау мұрын. Это нос. Давайте прочитаем сначала. Тағы бір басынан бастап оқиық. Манау бас. Манау құлақ. Манау көз. Манау ауыз.
Мынау шаш. Мынау қас. Мынау мұрын. Жарайсыңдар, балалар. Ал енді, балалар, өлеңді оқиық. Давайте прочитаем стишок. Оң қолымда 5 саусақ. Сол қолымда 5 саусақ. Алақанды ашамыз, 5-ті 5-ке қосамыз. Перевод такой. В правой руке 5 пальцев, в левой руке 5 пальцев. Открываем ладошки, к 5 прибавляем 5. Давайте прочитаем еще раз. Оң қолымда 5 саусақ. Сол қолымда 5 саусақ. Алақанды ашамыз, 5-ті 5-ке қосамыз. Ребята, сколько будет, если прибавить 5 к 5? 5-ті 5-ке қоссақ неше болады? Правильно. 10. 10. Дальше, ребята, прочитаем диалог. Диалогты оқиық. Алмабек, мынау қай қол? Алмабек, это какая рука? Оң қол, правая рука. Мынау қай қол? Это какая рука? Сол қол, левая рука. Оң қолыңда неше саусақ бар? Сколько пальцев в правой руке? 5 саусақ, 5 пальцев. Сол қолыңда неше саусақ бар? Сколько пальцев в левой руке? 5 саусақ, 5 пальцев. Давайте прочитаем еще раз. Алмабек, мынау қай қол? Оң қол. Мынау қай қол? Сол қол. Оң қолыңда неше саусақ бар? 5 саусақ. Сол қолыңда неше саусақ бар? 5 саусақ. Жарайсыңдар, балалар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. До свидания, ребята.